Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен, бүгін бізде Techno Povo Neo 3 деген телефонның бетіне реклама шығып кете береді. Мындай мінекей қараңыздар. Ода шығып кетсе, ештеңе басылмай жатса, астынан жоғарыға басып шығарамыз, 3 нүкте шығады. Жанынан басып шығарып тастаймыз. Енді бізге Google Play керек болады. Google Play'ді тауып аламыз. Жерге басасақ, поиск дегенге тілді ағылшын тіліне ауыстырамыз. PL деп жазамыз, Google Play шығады. Интернет бізде бар екен. Енді поискқа басамыз да, поиск приложение, детектор реклама шығып, өзі тартылған екен ғой деймін. Іздеген сияқты ғой, клиенттің өзі. Мынандай шығып кете берсе, жанын астына тағы шығарамыз да, олай басып тұрсақ, қайтып шығып кетеді, жоқ болып кетеді. Установить етеміз сосын. Ат детектор не болмаса, детектор реклама. О, мінекей. Дереу орнатыла қойды ғой. Открыттен таңдаймыз. Оңға басамыз, разрешить. Детектор реклама. Да. Окей. Жоғарыны қосамыз, артқа қайтамыз, артқа. Қайтта реклама шығып кетеді, астын тағы шығарамыз да, былайсы. Біткенше оған көніп тұрамыз айтқанын. Оңға басамыз, детектор рекламаны қосамыз, артқа қайтамыз, күтеміз. Өзі ашылады. Разрешиттен таңдаймыз. X PDF осы реклама шығарып жатқан. X-ға басамыз. Ол біздің жағдайда. Енді сіздің жағдайыңызда басқаша приложение болуы мүмкін. Осы жерге өзі деп қатарына жиналып қалады. Деп шыға бастайды. Ширектің белгісінен басып өшіп тастаймыз. Приложение X PDF удалено дейді. Может позже деген таңдаймыз. Ол бізде жүктеліп алды. Детектор реклама. Кішкене күтеміз де. Открыть приложение жоғарыға басамыз. Осылай өшіп тастауға болады. Настройға кіріп көреміз. Techno Povo Neo 3. Ол жерден управление приложениями, список приложения, клонированный телефон дейді мысалы. K-number дейді. My health. Бағылым столен өзінікі бұл. Осы жерде сол реклама шығара беретін приложенияларды осы ұстап алады. Ұстап алған соң кірсеңіз, нерде тұрады өз бағанағыдай. Шелектің белгісінен басып өшіп тастайсыз. Видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз.